Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы белгісіз азайғышы бар теңдеу. Сабағымыздың мақсаты теңдеуді іріктеу арқылы және қосу мен азайту амалдарының байланысы негізінде шешу. Яғни бүгінгі сабақта теңдеудегі белгісіз азайғышты табуды үйренесің. Ал ендеше балалар, сабағымызға дайындық. Қара достым жан-жаққа, дайынсың ба сабаққа? Орнында ма қараңдар, кітап, дәптер, қаламдар. Балалар, сабаққа дайын болсақ, ой қозғау барысында қосу және азайту амалының компоненттерін қайталап еске түсірейік. Қосудың компоненттері қосылғыш, қосылғыш, қосындының мәні. Азайтудың компоненттері азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Оқулықпен жұмыс. Оқулықта сызба берілген. Азайту амалының компоненттерін сол сызбаға орналастырайық. Сызба екі бөлікке бөлінген. Қане балалар, не белгісіз, оны қалай табу керектігін ойланайық. Қызыл бөлік 6 болсын, жасыл бөлік 4 болсын. Бөліктер белгілі, бүтін белгісіз, яғни белгісіз азайғышы бар теңдеу құрастырайық. X пен 6-ның айырмасы 4-ке тең. Бүтінді анықтау үшін бөліктерді қосу керек. Демек, X-тің мәнін табу үшін 4-ке 6-ны қосамыз. X-тің мәні 10. 10 мен 6-ның айырмасы 4. 4 4-ке тең. Келесі тапсырма теңдеу құрастыру және оны шешу. Олжас бір сан ойлады. Одан 7-ні азайтқанда 11 қалды. Олжас қандай сан ойлады? Олжастың ойлаған саны белгісіз, яғни X. Азайтты 7, қалды 11. Сендердің теңдеуді дұрыс құрғандарыңа сенімдімін. Тамаша. Ережені есімізге түсіре отырып, теңдеуді шешеміз. Белгісіз азайғышты табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосу керек. X-тің мәнін табу үшін 11-ге 7-ні қосамыз. X-тің мәні 18. X-тің мәнін орнына қойып тексереміз. 18 бен 7-ның айырмасы 11. 11 11-ге тең. Яғни Олжастың ойлаған саны 18. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Себеттен 4 алма алынды. Сонда 6 алма қалды. Себетте алғашында қанша алма болды? Алғашында себетте қанша алма болғаны белгісіз. Болғаны X, алынғаны 4 алма, қалғаны 6 алма. Белгісіз азайғышты табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосу керек. X пен 4-тің айырмасы 6. X-тің мәнін табу үшін 6-ға 4-ті қосамыз. X-тің мәні 10. 10 мен 4-тің айырмасы 6. 6 6-ға тең. Келесі теңдеулерді сандық сәуленің көмегімен шешу. Мұнда 4 теңдеу берілген. Ережені есімізге түсіре отырып, теңдеуді шешеміз. Бүгінгі сабағымызды қорыту үшін сандық калейдоскоп орындап көрейік. Суретте көрсетілгендей дөңгелектің ортасына қарындаш пен қағаз қыстырғышты қоямыз. Қағаз еркін айналып, дөңгелектегі әртүрлі санды көрсетуі тиіс. Азайғышы белгісіз болатын 3 теңдеу құрастыр. Оларды сандық сәуленің көмегімен шешіп көр. Өте тамаша. Бүгінгі сабақта белсенділіктерің үшін рахмет. Олай болса, қане өзімізді бағалайық. Тақырыпты жақсы түсініп, тапсырманың барлығын орындаған бала жасыл түс көтерсін. Жарайсың. Тапсырмаларды орындау барысында қателескен бала сары түс. Жақсы, әлі де ойлан. Бүгінгі тапсырмаларды орындау барысында қиналған бала қызыл түс, талпын, қайталағаның жөн. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.